Охранник родной. Неғып ұйықтап отырсың? Кім ұйықтап отыр? Мен просто көзім кішкене жұмып ойланып отырмын. Кірме, брат, кірме, болмайды. Ұйықтама. Мен ұйықтап отқан жоқпын, брат. Бәрі нормально. Алмас, ешкімді кіргізбеңдер. Андас түс қалып. Тық деп қасы. Что там, батялар қалай? Батилар шүкір аман есен. Братан, темегін қойдың ба? Демек, просто, яқтан, былай бастар өткен сайын сөйлейді. Не темек шеуіп үйттің дей береді. Нос аты болсын, білмейді кәу. Өзімен өте, білмейді. Ай, брата, амансың ба? Қалай, денсаулықтар қалай? Жеңгесің ба қасындағы? Қарындасың ба, брата? Осы жерден ғой, брата? Ашшыш. Пропуск бар ма, бауырым? Ма қыз? Әкесінің ауысысыға айлық түсті дейді ғой, өзімізден аяймыз ба? Мұздай дезелерден алып келсей? Донер алса ята, өзімізден аяймыз ба? Істеп тұрмын ғой. Ма қыз? Ақыл айта беретін роднойың. Братчик, қыз істеп атсың ғой сен? Сәл бір қолың алда тұр да, ертең анан істей берген екен, бір мәмең бүйтіп салбырақ болады. Маған бәрібір салбырақ болады. Сосын руын істесе, сол кезде екі мәмеңге салбырақ тұрады. Қойла, братчик. Братчик, анан бүйтсе, жақын істемесе ертең. Мындай оқып қаласың ше, бүйтіп қаласың ше. Сол үшін екі арасын қатты ашып бүйтіп істесең, қолтығың жыртылып кетеді да. Сөйтіп істей бер өзіңдікінде. Қатты тұрсырып атқан жоқсың. Қорған ұмыш, бүйтпе. Қарабаш та. Қазір. Бойжын болып тұр просто, или өздерің төбелесетіндер қазір. Братик, беш, бүйтіп лақтырмайсың ма? Ұстайсың, короче, былай. Тастай саласың ма? Гол ғой? Мына. Ма. Братан, не ма? Сенің Астанада тұратын родной. Астанадасыңдар ғой енді, президенті көріп тұрасыңдар ма? Кешкісін Ақорда жақтан жүріп қаласың ғой кейде. Сол кезде былай көріп қаламыз жалпы. Амандасып, танимын, білмейміз. Астана әдемі, Астана ма? Алматы күшті ғой. Балаутаның үстінде орналасқан ғой Астана. Балаутаның үстіне алып келіп сала саған ғой қаланы. Алматы күшті ме? Влажный ғой сендерде, тау, жаңбыр, кайф. Сендер бәйтерекке күнде баратын шығарсыңдар, Жоқ, 20 жыл тұрып, кеше туысқандар келгенде барғансың. Ішіне кіріп таң қалып жүрмін, білдіртпей бүйтіп ұстап қылдырып жүрмін. Астанадағылар не жұмыс істейді тұрады? Андай ЖК-лардан бар ғой, 5-6 квартира тастап, арендаға беріп тастайды да, өздері шетелде демалып жүреді ғой. Ұмытып кетеді кейде. 6 ай болды квартираның ақшасын төлеген жоқпыз әлі. Астанада қандай бизнес ашса болады? Артем жақтан или встреча жақтан донорка ашып алу керек қой. Біздің роднойлар істеп отыр қазір. Нормально ма? Кәм көтеріп жатыр ғой. Или сотка сатсам болады. Амантай ағай. Ағай, сіз еңбек ағайда бір шапалақ жеп қалды дейді ғой? Ол шапалақ жеп қалғанда мен қатты мас болып қалдым. Или 10-шы класстарға айтып көтімді айтайын ба? Жоқ, болды, нормально. Ағай, сіз 8-ші класты қыздармен TikTok билеп жүр дейді ғой? Енді өздері қоймай Қазір бір билеңізші. Ағай, директор ағай. Мал жоқ қой. Қалай, нормально? Короче, анекдот айтып берейін. Бір күні әйелі жаңа вахтаға кетіп қалған күйеуі үйіне сантехник шақырып алған. Ой, ағай, қыздар бар ғой, ұялмайсыз ба? Қыздар бар ғой, қыздарға алдыңғы сабақта айтып қойғанмын, сендер тыңдап алыңдар. Короче, сантехник шақырып алған. Ағай, бір сұрағым болып тұр. Жоңғарлардың екінші ханы кім еді? Қонтайшы болу керек. Жо. Қалтан серен. Жо. Үйге жазып алыңдаршы тапсырмаға. Өзіңіз білмей тұрсыз ба, ағай? Жоқ, мен біліп тұрмын, просто сендерді ізденсін, білсін деп жатырмын ғой. Ағай, бүгін атылар жиналыс қап, мама емес папа келетін болды, алдында мамаға қырындапсыз ғой? Кім сен мама қырын? Мен қырындаған жоқпын. Кім айтты бүгін атылар жиналыс? Болмайды бүгін ешнәрсе. Мен жұмыстарым бар шығар менің жынымда. Болмайды, вообще болмайды. Жақсы оқып жүрсіңдер ғой. Сенің жынды класстастарың. Асқар, неменеге футболкамен отырсың? Ой, бағана көшеде келе жатсам, бір аға шығып, ассалаумағалейкум дейді, уағалейкумассалам деп мектепке кіріп кеткенсің ғой. Футболканы айтам саған. Бұл жай әшейін ғой апай. Медет оқы. Тайм менеджмент уақыт пайдаланып тиімді. Бірақ болмаса жетелдің бәрін жинап алып бір деп алсаң. Ағай, парта тасуға 2 бола бересіз. Так, Медет, Асқар барыңдар. Ой, ағай, біз мектепке парта тасу үшін келген жоқпыз. Біз білім алу. Тұр. Менің артымда да көзім бар. Айттым ғой, біз мутант па бір нәрседе артында да көзі. 4 аяғыңыз бар шығар. Ай, Асқардың мойнында засос бар. Мал, сен ғой салған түнде ішіп кет. Кешірім сұраймын. Опытыңыз ма?
Райондағы братандар Дубайда. Братчик маяқта 70-лер такси екен ғой әшейін. Біздің ауылда 70 алса аптасына 1-2 күн айдап, мойкаға апара береді дейсің ғой, короче. Такси ғой, қарашы. Құрыш. Рахат екен ғой, маяқта ешкім сені түсінбейді. Бәріне боқтап жүрсің ғой. Ей, кетесің. қоймасын брат. Мұрмақ қойған. Пайде бар ғой, братчик. Арабтар сияқты өмір сүруіміз керек қой біз. Бәрі бар ғой бізде. Не жоқ сонда? Бізде просто арабтар жоқ қой. Біздің ауылдың жанындағы көл бар ғой. Иә. Соңында жағасына здания салады, Дубай сияқты құдырт жүруге болады, комфорт жасап ше. Бля, бірақ малды қайқа суарасың одан кейін. How much money? 200? Ема, брат, ағылшынша білесің бе? Ағылшында мектепте бірінші партада отқан ғой. Тупой дейді. You are my son of canopy. Loose very in the English. You hello me. Әңгімені беріліп айтатын роднойың. Мұрын деп тартамдан басын бұқып ішін аңғытсам көз бейт бақырап кетіп тұрады ма? Кім? Алмайсың? Қанат екем судың жағасында отырып қой, балық аулап отырық жаңа. Сөйтіп бір құрбақа келеді дағы қанаттың аса. Десе, қанат қорқып кеткен ғой. Бір кішкентай құрбақа келді. Дейді, қанат қорқып кеткен. Годзилла против Кинг-Конг деген кино көріп жатырмын. Қызым отыр ғой қасында. Ана Годзилла итті қолап барады. Қызым қорқып кеткен, ана жиндеп атты ше. Қорқып жүреді. Әлімжан өзін питбул итін алып шығады көшеге. Қолынан шығып кетеді де питбул кәнден кетіп бара жатқан ғой. Талап тұрса ана деп ананы тісі бүйтіп кіріп жоқ қой, жауызға аламайды ғана. Сынып күте тұр қой, короче. Бір Жигули зең деп өтеді ғой, короче. Қалай? Зең деп көк түтін шығып ана глушитель ме бір жақсамайды. Сенің чорт братаның. Жекінбестерден сапалақ жеп қалыпсың ғой сен? Сапалақ жеген. Жеп қалдым конкретно. Бүйтіп әңгіме айтып тұрмын. Бүйтіп қарақ қойым, нечайно шақ етіп бөрді. 15 баласы тұр, просто ұрайын десем. Кешкісін үйіне барып едім, братанымен шықты да, тағы сапалақ жеп қалдым ана жерде. Сөйтіп байтақ айтты, заттарды жинап ауылдан көшіп кеттік. Інім двордың алдына шығып келе жатамын ғой. Үш здоровый мужик тұр екен. Бергеш деп. Ей, в смысле бергеш деп қасына бардым да, портмені, телефон, ақша бәрін бердім де. Не ал деп кетіп қаласың ғой. Жаман қыға. Еске айтып. Үндемей қалды. Дәң кетіп. Беті ішіне кіріп кеткен ғой. Жаман ұрып жатыр екенсің да? Жоқ, менің бетім кіріп кетті ғой. Врачтар екі жағымнан қысып бетімді әрең шығарып алды. Бір ай, 1 жарым ай ма, 3 жылдай ма жаттым. Сен ана екінбесте қайраттан жеңіліп қалыпсың ғой разында. Жеңіліп қалам. Бүкіл ауыл айтып беріп отыр маған. Жоқ, просто мен төбелесейін десең, шын ертең ағасын шақырып келеді, артынан батясы келеді, артынан атасы келеді, үлкен кісілерді әуре қылмайын дедім. Бандит Леха ғой, бандит. Клубтың алдында ерекс қаламын ғой, короче. Пышақ шығарады маған. Шығардың ба, қолыңдан тық деймін ғой. Сосын барады. Тығып алады ғой ішіме. Больницада жатып шыққан жоқпын ба 4 ай ма? Жібермейді де. Мұндай қызың ғой жаңа. Қайтек та? Десем наям жылып кетемін. Десем осыр қоймын. Братан, сен 10 балаға қарсы параз тұрған дейді ғой, Есть такойды қойсың ғой, короче. Негізі 11 бала болған, ауылдағылар круглый 10 деп айтып жүр ғой жаңа. Қойып кеттің ба? Просто оқып кеттік қой, басылып қалдық қой. Колледжде 20 төбелесіп жүретін қой. Сен батяң біледі сол колледжде охрана болып істеген жоқ па, мұртты? Мәлік па батяң аты? Анимой, сұраса батяңнан қалай жүрді деп. Біз стрелкада тура алдынан тұрып аламын ғой, короче. Біреу пестік шығарып тағы ішінен. Бір ат қыртық әлі күнге дейін бар ғой тұрғанмен. Братан, да кіндік қой. Енді кіндіктен атқан жоқ па? Жоғар жағынан атса 2 кіндік болып тұрмаймын. Расчет бар ғой оларда да. Таныс қой, таныс жоқ, WhatsApp-қа жақсы дегендей ғой. Сенің сұрақ қоя беретін родной. Родной нау не? Родной нау не? Мал соядым. Наға мал өлем, а? Ой, бля. Ой, бля, өлем, а? Родной нау не? Ит қой, ит. Сонда бұл қау бола ма? Ой, бля. Қаппай ма? Родной ана мәмесінен сүт шыға ма? Жоқ, пиво шығады. Күшті ғой, пиво ма? Родной нау кальян ба? Жоқ, құман ғой, туалетке апарадым. Сонда туалетте кальян шеге ма? Ой, бля. Шекпей ма не? Нойна ит қаба ма? Қаппайды. Қолың жеп қоя ма? Сосын қарны тойып қала ма? Иттер осыра ма? Родной, сонда талда баллон өсе ма? Ой, бля. Өспей ма? Сапыс қаған ба? Қимылдай ма? Тал өзі шығарған ба баллон? Енді талдың 4 дөңгелегі бар ма? Талдың моторы да бар ғой, Талды ескі.
Батялардың әңгімесі. Тұр, тұр. Есің алдын ана КамАЗбен тасып жүріп жатырмын, үйдің алдын бұзып екі бөлмесін қосамын шей. Тұр деймін. Қуаныш баба, ертең істекші баба. Күнде жұмыс істей бермей ұйықтайықшы. Кем алып сұғыл. Мына бір бәлелерге кіріп кетті ғой мынау, дүйсенге звондай қойынды. Ой, папа, қайта көрсете берем ба? WhatsApp-қа крестіп звондай саласың міне. Айқайламай өпті ғой мен. Бір ұрса бересің, айқайлап бірдеңе болса. Бір кет бар. Дүйсен қалай? Бұлар білмеймін бұлар ертең кім болады шешесі. Салбырап, шіләң ұқсап жүр ғой. Біздің кезімізде поляға шығып мал бағып таңнан кешкен, оны істесе өліп қалатын жар бұлар ше. Жақсы көрем ғой. Жақсы көрем ғой. Бол папа, демалсаң. Қанатқа звонда бір жартысын алып келем. Я, бәрін еттен папа, я сіз атып ұйықтай тұрыңыз. Антымақ? Ау! Шақырмамаң. Шақырмайсыңдар ғой сендер. Шақырмай үйдіресіңдер ғой. Сенің спортсмен роднойың. Братан, ішіне бірдеңе киіп алмайсың ба? Жоқ ғой, мына жерден қазір ана Айка, Айдана, Вика дегендер өтеді ғой. Денем сындырып тастаймын ғой аналарды көреді. Магазинге шыққан адам ары қарай больницаға кетеді, сынықшы іздеп кетеді. Магазинге барсаң, суши алып келейін, кола ма бірдеңе? Коласы газировка денсаулыққа зиян. Просто сосы, просто. Бол, братан. Братик. Ал, бос ала саласың, атып алдым, түрмірекпін. Сөйтем, жағынан сығып дедім, мынандай. Кәмен құлап барады, үйден көріп өтесуем әкеп, астынан салып бергенсің. Мықтыңдар, братан. Смел, тұрмын, осындай расстояние ғой. Дос балам той болатын еді да жақында, соған бір классика костюм шалбарларың бар ма? Біз постоянно спортивка кимейміз ғой ондай. Братан, саған кимейді ғой сендер, жырт жібересіңдер ғой, братан. Дөсіңдер да. Неге арықсыңдар, семірсіңдер сен. UFC-ға шақыртты, рас па? Дана Уайт звондайды ғой. Класстас Дана екен деп, қумаш деп жатса, мен Дана Уайт UFC-дің президентімін дейді. Екі бойға шық, ақшаңды беремін дейді. Сосын, мен ақша үшін денсаулығымды сатпайын деп өшіріп тастаймын ғой. Тренер ұрсады ғой, малсың ба? Дана Уайт звондады ғой. Тренермен қырылып қаламыз сол кезде. Шұқыланып қалған роднойың. Не істеп тұрсың? Нам, жаңа суын ағызбен балықтарын таппай қалдым, су құйып тауып аламын. Ой, юғып. Мынаның ішінде тұрған документтер қайда? Ал керек па не? Малсың ба? Я, домашний телефонмен звондаймын. Ага. Нам үзіп алдым. Ей! Не істеп тұрсың? Өз сынып тұрғанда. Мынауың ашып кетпеген ба? Холодильниктен алдым ғой, тағы кішкене салып қоймай үстіне. Малсың ба ма? Мысықтың тамағын беріп отырсың ба? Өзің холодильникте не бар, соны алып кел жей. Леха, братан ғой, Леха. Бұр осындай латокқа, короче. Біреу қызмен, ана мынау шәңкілдің қызмен қосып латокқа, иыққа саламын. Қада жерім ғой, короче. Сөйтем да тағы 2-3 дос баласы ертең оларда пырт-пырт қада жерім, лебян кетіп, бәрін жатқызып тастаймын. Бір сағаттан кейін қарасам, латок толып қалған ғой адам ғой, короче. Братан, сен мектепте ағай тұрды дейді ғой, 10-ші класста ғой, короче. Қыздардың көзінше сыныптан шығып кетпей анау мынау дейді да маған. Ема жынданып кетемін маған. Жүрші сыртқа деп есіктен шығарып аламын. Жаққасын сән қып ұзыннан құлайды. Есіктен ұзын ары қарай қайтып кетпесін сол. Қыздардың арманы оған дейді ғой. Смело. Как раз 10-11 оқып жатқан кезде F4 шығып жатады ғой. Мен өзім көчемпиям қасыма жаңағы Бақалек, Саканай, Ташбай бәрін жинап алғанмын ғой. Қыздарға не қой шашты қайырып алған. Жауға бір қызбен кездесуге барамын ғой. Кіребес жерде бұқалар күтіп алады ғой мен, типа сол ауылдың бұқалары. Кім қоя сал деймін ғой. Қоймайды. Түсемін да Жигулидің артынан жем шөберін алып алдына тастап кетемін ғой. Кәдімгі бұқалар ма? Иә, кәдімгі бұқалар ғой, арқанда қойған. Просто сөз болса өлтіріп жібереді анау. Қасаураш келем қалдым. Сенің жынды класстастарың. Кетет бүгін дайынсыңдар ма? Бірдеңе дайындап келген шығарсыңдар енді. Дайындап келдік. Отыр екі сендерге. 4 рет істеді ғой бұлай. 4 онда. Қысымның бірлігі қандай? Ағай мына жерде қыздар отыр ғой. Ампер десең. Рады ят емес ол. Кәдімгі күші ғой ампер деген. Ек қоясың да. Неге Айдана қызыл атыста тұрады, біз немене көк атыста тұрады, соны айттым. Енді ол директордың қызы емес па? Ай, Қазақстаным ай, коррупционерлер ай. Танысыз, ештеңе істей алмайсың. Еще сендер тупойсыңдар білесіңдер ма?
әңгіме жоқ, тупоймыз ғой, просто Қазақстанның. Ой, BMW X5 алмас қой, 93 жылы, короче. Анау карбюратор, инжектор, инспектор, ректор, артымызда біреу келіп тұр. Стройканы шашатын родной. Фактор қаншадан алдың? 150-ден алдық. 150-ден қымбаттылық боласың. Иә? Көшенің басында Мараттар ғой, жерде сол үйінде сондай шырақтармен қалады ғой. 50 теңгеден алдық, 10 теңгеден қалады ғой, кәдімгі оқтай. Бар. Айтпайсың сен? Бір рет жұмыста балдардың бәрі қайтып кеткен ғой үйлеріне. Давайыңдар, бара беріңдер деп отырсам, бір КамАЗ цемент келе ғой. Кешке дейін бір өзім түсірем ғой. Белің ауыр. Мына жерім қалың цемент болып қалған ғой. Тас болып кіргенсің үйге. Үйге кіріш арайын қандай дұрыс? Бір жаппа, екі жаппа қандай? Екі жаппа ғой. Екі жаппа ма? Ана черепицалар бар да, қаңылтырлар бар. Біз ана мектептің сыртын қаңылтырмен жаптық қой, төбесін полный. Бірақ ұшып кетіп жатыр олар ше қазір. Черепица дұрыс. Черепица дұрыс қой негізі. Әлімжан бар ғой класстасың. Үйдің крышасын жауып жатамыз да, иығынан цемент түсіріп аламын ғой, короче, көтеріп келеді. Астында ит жатыр екен, итін өлтіріп аласың ғой. Алабай иті бар еді ғой. Мә, братан, қолың мазөл болып кетті ғой. Қара жұмыс қой. Қатқан ғой, мынау ше. Любой қол күресін алып қоясың. Сен тас қойш. Тас қол дейді ауылда. Тас қол дейді біреулер. Тас қол ешкім кетті дейді.